Форумга еліміздің түкпір-түкпірінен бизнеске бейім қыз-келіншектер жиналды. Шара аясында олда кәсібін дөңгелетіп отырған нәзік жандар арасынан 20 үздік жоба иесі анықталды. Олар $2000-нен $4000, яғни 2 миллион теңге мөлшеріне дейінгі қайтарымсыз грантқа ие болды. Біздің жаңағы жыл сайынғы болатын жобамыз 10 жыл биыл білет қайтарымсыз, бірақ олар тек қана жай ғана беріліп қоймайды, оларды сүйемелдеп, жаңағындай қандай да бір мәселелері болатын болса, оларды кеңес беріп дегендей, әрі қарай жаңағындай аяғынан нық тұрып кетуге жағдай жасалынады. Кейін 62% тек қана ауыл шаруашылығы өнімдері шығарылатын болса, оның ішінде одан кейін 20% қызмет көрсету саласы болса, осы жылы көбінесе мынау қолөнер бұйымдары, тігінмен айналысатын әйелдер, құрақ көрпе дейміз жаңағындай шығарылатын. Сондайға көбірек басымдылық емес, осындай жақсы жобалар келген екен, соны конкурстық комиссия жеңімпаз ретінде анықтаған екен. Байқау биыл 10 рет ұйымдастырылып отыр. Осы уақыт ішінде әлеуметтік жоба аясында 60 мың қыз-келіншекке қолдау көрсетілген. Соның нәтижесінде елді мекендерде жұмыссыз жүрген әйелдер еңбекке тартылып, жаңа жұмыс орындары ашылды. Ақтөбелік Шұғыла Қамбышева былтыр грант иегері атанған. Алған қаражатқа шағын кәсібін бастаған ол көрпе-төсек тігіп, қыз жасауын дайындайды. Бүгінгі жәрмеңкеге қолынан шыққан бұйымдарына келіпті. Осыған өзім негізі үйде отырған анамын, балаларымды тәрбиелеп, уже балаларым кішкене есейгеннен кейін өзімде осындай бұйымға қызығып, өзім қолымнан балаларыма тіккенге осындай айналыса бастадым да, содан әртүрлі мастер-класстар алдым онлайн. Содан ақырын-ақырын үйреніп, содан міне сәті түсіп былтыр Coca-Cola белестері компаниясынан $2000 грант алып, соған өндірістік тігін жақсы машинкаларымды алып, осындай енді бизнесін бастап, осындай жетістікке қол жеткізіп отырмын. Көрсетейікші, көрерменге өте әдемі жасалған. Қазір енді өндірістің көлемі қандай? Өндірістің көлемі енді аса үлкен деп айтпаймын, енді айына бір қыз жасауын жасаймын. Және де 1-2 қыз тәрбиелеп жатырмын өзімнің көмекші ретінде. Енді бұйыртса алда көбейтеміз деген ой бар, сұраныс бар, ең бастысы. Ал Қызылордалық Гүлмира Мәдешева мал тұқымын асылдандыратын және азығын дайындайтын шаруа қожалығында жұмыс істейді. Сонымен қатар ол комбайндар тізгіндейді екен. Форумның ауыл әйелдеріне берері мол дейді кәсіпкер. Көңіл-күйім жақсы. Осындай форумға қатысқаныма мен өте қуаныштымын. Осы биыл Қызылорда қаласында қазан айында өткен халықаралық ауыл әйелдер күніне орай ұйымдастырылған мерекелік шараға қатыстым. Ұлттық құндылығымызды дәріптейтін, ана мен бала тәрбиесін насихаттайтын осындай іс-шараның осы республикалық деңгейде қолдау тауып жатқанына мен өте қуаныштымын. Қазақстанның дамуына, өсіп-өркендеуіне өз үлесімді қосамын. Бүгінгі әйелдер қай жағынан қарасаңыздар да, интеллектуал жағынан қарасаңыздар да, кәсіби жағынан қарасаңыздар да, үлкен бір биікке жеткен сияқты өздерінің деңгейін бүгін көрсетіп келе жатыр. Облыстық деңгейде, республикалық деңгейде 5-ші жыл жиналып отырмыз. Бұл сондай ерекше алаң болып өзі айналып келе жатыр. Bir жағынан, екінші жағынан бір-бірімен пікірталас өздерінің тәжірибесін айтады. Ол біздің айтқанымыз бір жөн, өздерінен естіген сондай өздері сияқты әйелдер ғой. Қолдарынан көп іс келетінін міне қазір осы дәлелдеп келе жатыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жыл сайын форумға қатысушылардың саны да, бизнес идеялардың сапасы да артып келеді. Демек, еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына ауыл қыз-келіншектерінің қосып отырған үлесі де арта бермек.